қандай салат дайындарыңызды білмей жүрсіз бе? Онда осындай гранатовый кольцо деген салатты бірге дайындайтын болайық. Қайырлы күн, құрметті достарым, оқырмандарым. Біз скумбрияны аламыз, тазалап аламыз. Мен 2 тәрелкеге жасайтын болғандықтан бір скумбрияны 2-ге бөліп алам. Жарты скумбрия жеткілікті болады. Және де 2 картоп суда пісіріп аламыз барлығын. 2 жұмыртқа, 1 сәбіз, кішірек болса 2 сәбіз пісіріп алсаңыздар болады. Мен жарты сәбізді бөлетін боламын 2 тәрелкеге. Және скумбриямызды осылай ұсақтап турап, үстінен майонез жағып, содан кейін тартқыштан картошкамызды үлкен теркадан өткізетін болам. Және де осылай видеом ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Тіркелу тегін. Және де осылай сәбізіміздің жартысын үлкен теркадан өткізіп алып, майонез жағып, тұздасаңыздар болады. Барлығын осылай әдемілеп, қасықпен әдемілеп отырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды ұсақ теркадан өткізіп алдық. Мына жерде менде кесе алуға қиын болды. Сіздер кішкене ұзындау бокал, ручкасы сондай бірдеме қойсаңыздар жақсы болады. Мен басқа асығып осы кесені қоя салғам. Және де қолмен барлығын дұрыстап отырасыздар. Тәрелкеміздің жан жағын сүртіп аласыздар. Барлығын жасап болғаннан кейін салфеткамен. Және де сыр қажет. 100 грамм сыр жеткілікті. Үлкен теркадан тартып аламыз. Және анар қажет. 1 тәрелкеге 1 анар қоссаңыздар өте жақсы. Анардың көбірек болғаны маған ұнайды. Сіздер жасап көріңіздер. Содан кейін комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып отырыңыздар. Осылай әдемілеп майонезді жағып шығамыз. Майонездің анау бұралынып ашылатын жағынан майонезіміз көп ағады. Сол себепті майонездің теріс жағын кішкентай қылып кесіп алсаңыздар, менде кішкене үлкен болып кетті. Содан кейін сеточка қылып жақпай қоюға да болады. Осылай қасықпен жұмыртқаны жағу өте қиын. Сол себепті жай сеточка қыла салсаңыздар, содан кейін үстінен сыр сеуіп себетін боламыз. Өте дәмді салат. Видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Еще гранаттан орнына кейде грецкий орех салат. Грецкий орех салуға болады. Міне сырымызды үстінен септік, тоже майонез жағам. Себебі граната тұрмайды, майонез жақпасын. Егер грецкий орех себетін болсаңыздар, майонездің қажеті жоқ. Міне салатымыз дайын. Қасықпен дұрыстап алатын боламыз салатымызды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеомда жүздескенше сау саламат болыңыздар.